Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Арқалық қаласындағы облыстық нөмірі 2 әмбебап ғылыми кітапханасының әдістемелік библиография бөлімі желтоқсан айында туған мерейтой иелері жайында шолуды сіздердің назарларыңызға ұсынады. Ұстаз, Қазақстан Республикасы оқу ісінің үздігі, күйші Әбішев Қайырғалидің туғанына 70 жыл. Әбішев Қайырғали 1951 жылы желтоқсан айының 1 жұлдызында Амангелді ауданы Байғабыл ауылында дүниеге келген. Еңбек жолын Амангелді Арқалық ауданындағы орта мектебінде ұстаз болып бастаған. Ұзақ жылдардан бері Қостанай қаласындағы Ыбырай Алтынсарин атындағы мектеп-интернатта дәріс береді және Ыбырай сазы, ұлт аспаптары оркестрінде жетекшілік етеді. Сазгердің Сары дала махаббатым, ағама, Мойылдың қыздары әндері 2007 жылы жарық көрген Торғай әуендері жинағында жарияланған. 2 дүркін бүкіл одақтық фестивальдің, 1 рет республикалық телефестивальдің лауреаты атанған. Қоғам қайраткері, Алашорда үкіметінің мүшесі, 1 мемлекеттік дума мүшесі заңгер Бүрімжанов Ахмет Қорғанбекұлының туғанына биыл 150 жыл. Бүрімжанов Ахмет Қорғанбекұлы 1871 жылы желтоқсанда Торғай уезінің Тосын болысының номер 1 ауылында дүниеге келген. Ахмет Қорғанбекұлы Арғын Шақшақ Жәнібек, Қошқарұлы Батыр және Шеген бидің ұрпағы. Жастайынан Зерек Ахмет Орынбор гимназиясын 1891 жылы күміс медальмен бітірсе, ал Қазан университетінің заң факультетін 1895 жылы алтын медальмен бітірген. 1899 жылдан бастап елдің қоғамдық жұмысына белсене араласып, Орынбор, Ақтөбе, Торғай, Бұзылық, Ояздық заң орындарында жауапты қызметтер атқарды. Әділ де іскер, білімді азамат ресми қызметін атқара жүріп, халық арасында үлкен беделге ие болды. Біліктілігімен, ұстамдылығымен көпшілік бұқараның сөзін сөйлейтін тұлға болып қалыптаса бастады. Ресей мемлекеттік думасына Торғай облысы атынан 2 рет депутат болып сайланып, Алаш идеясына байланысты ең өзекті жер, мемлекеттік құрылым, жергілікті билеу, сот тәрізді маңызды мәселелерді дүмба мінелерінен көтере білді. 1920-1926 жылдары заң халық комиссариатында жоғары сот төралқасында кеңесшісі, алқа мүшесі болып, бөлім меңгерушісі қызметтерін атқарған. Сондықтан да Торғай жұртшылығы Бүрімжановты 1906 және 1907 жылы Ресейдің 1 және 2 мемлекеттік думаларынан депутат етіп сайлады. Думада ол мұсылман фракциясы төрағасының орынбасары болды. Шен-шекпенге қызықпай, қашанда туралғынан таймаған Бүрімжанов империяның ұлттық аймақтарындағы аз халықтар мен қазақтардың мүддесін белсенді түрде қорғап отырды. 1 думаға жер комиссиясының қырғыз аймақтарындағы заңсыз әрекеттері және тағы да басқа зорлық-зомбылықтар туралы мәселе қойып, 2 думада мұсылман фракциясының жер бағдарламасын жасаушылардың бірі болды. 1906 жылы 2 шілдеде дума отырысында сөз сөйлеп, аграрлық комиссияға қазақ депутаттарын енгізуді ұсынады. Депутат Қалменов екеуі қазақ жерінде қоныс аударушыларды жерге орналастыру комиссияларының заңсыздықтары туралы жоғары үкімет билігіне сұрау салады. Ахмет Бүрімжанов 2 думада әскери дала соттарын жою туралы заң жобасын жасау комиссиясының құрамына енеді. Бұдан басқа өзгеде 53 депутатпен бірлесіп, министрлер кеңесіне 1906 жылы 4 маусымда қазақ даласында қоныс аударушылар учаскелері мен ормандағы саяжайлардан орналасу заңсыздығы жөнінде сұрау салады. Ахмет Бүрімжанов Алаш партиясының көрнекті қайраткері ретінде оның жарғысын жасауға да тікелей атсалысты. Ресейдің Санкт-Петербург қаласында 1927 жылы қайтыс болған, сүйегі сондағы Волков қорымының мұсылман бөлігіне жерленді. Химия ғылымдарының докторы, профессор, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген ғылым қайраткері Бүрімжанов Батырбек Ахметұлының туғанына биыл 110 жыл. Бүрімжанов Батырбек Ахметұлы 1911 жылы желтоқсанның 10 жұлдызында бұрынғы Торғай облысы Орынбор уезі Бұзылық қаласында дүниеге келген. Әкесі Ахмет Қорғанбекұлы Бүрімжанов Орынбор гимназиясын бітірген. Мемлекеттік 1 және 2 думада депутатты, ұлттық мәселелерді көтерген көрнекті қайраткер, Алаш партияларының құрушыларының бірі.
Бірінші Батырбек Ахметұлы 1939 жылы Ленинград мемлекеттік университетінің аспирантурасын бітірген. Еңбек жолын 1934 жылы Қазақ мемлекеттік университетінде ассистент болып бастап, аға оқытушы, доцент, кафедра меңгерушісі, декан қызметтерін атқарған. Батырбек Ахметұлы Бірімжанов 900-ден астам ғылыми жұмыс жазған, оның ішінде 17 монография, 200-ден астам ғылыми әдістемелік жұмыс. Сонымен қатар республикамыздың жоғары және орта білім беру мектептеріне арнап, 10-нан астам оқулық аударған. Химияның орысша, қазақша терминологиялық сөздігі жасалды. 700-ден астам ғылыми мақалалар жазылды. Бірімжанов Қазақстан Республикасы Ғылым Академиясының корреспондант мүшесі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген ғылым қайраткері, химия ғылымдарының докторы болған. Табиғи тұздар мен тыңайтқыштардың физикалық химиясы және технологиясын зерттеген ғалым. Жалпы химия оқулығының авторы. Жоғары квалификациялық кафедралар даярлаудағы ерен еңбегі үшін Ленин құрмет белгісі, халықтар достығы ордендері және көптеген медальдармен, мақтау грамоталарымен марапатталды. Қазақстан Республикасына ғылымына еңбек сіңірген қайраткер атағы берілді. Журналист, белгілі әдебиетші, этнограф, баспагер, өлкетанушы Рысаев Танатқан Барақұлының туғанына 85 жыл. Танатқан Барақұлы Рысаев 1936 жылы желтоқсан айының 29 жұлдызында Қостанай облысы Амангелді ауданы Ағаштыкөл ауылында дүниеге келген. Жазушы, журналист, аудармашы, энциклопедияшы ғалым. 1954 жылы Амангелді орта мектебін бітірген соң Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті филология факультетінің журналистика бөліміне оқуға түсті. Университет қабырғасында оқып жүрген кезде ол өзінің ұшқыр да терең мақалалары және очерктерінен баспасөз бетіне көріне бастайды. 1959 жылы Лениншіл жас газеті жас талантты журналисті қызметке шақырады. Онда Танатқан Барақұлы 1966 жылға дейін әдеби қызметкер, бөлім меңгерушісі қызметтерін атқарады. Танымал журналист 1966 жылы Қазақ радиосына қазақ тіліндегі бағдарламалардың бас редакторы қызметіне тағайындалады. 1969 жылдан бастап социалистік қазақ газетінде Қазақстан әйелдері журналында жауапты қызметтер атқарады. Ал 1971 жылы Торғай облысының құрылуына байланысты Торғай облыстық партия комитетінің хатшысы Жәнібековтың шақыруымен облыстық тарихи өлкетану мұражайының директорлығына тағайындалады. Ежелгі Торғайдың тарихи шежіресін қалыпқа келтіруде және одақтық дәрежеде мұражайға айналдыруда елеулі еңбек сіңіре білді. 1972 жылы Торғай облысының Амангелді Иванов пен Әлби Жангелдин музейінің алғашқы ұйымдастырушысы директоры болып іргесін қалады. 1973 жылдан Қазақ энциклопедиясының бас редакциясында оның негізін қалаушылардың бірі ретінде ғылыми жағынан қалыптасуына көп еңбек сіңірді. Аға ғылыми редактор, редакция меңгерушісі, орталық бастығы, бірінші вице-президент қызметтерін атқарды. Рысаев Қазақ энциклопедиясынан жарық көрген барлық басылымдарға қатысып автор болды. Рысаевтың тікелей басшылығымен әзірленіп баспадан шыққан Абай энциклопедиясы 1996 жылы Қазақстан мемлекеттік сыйлығымен марапатталды. Бұл басылымға Рысаев 300-ден астам ғылыми мақала жазды. Көп томдық Қазақстан ұлттық энциклопедиясының тұжырымдамасы мен сөз тізбесін әзірлеуге және баспадан шығаруға тікелей басшылық жасады. Журналист жазушының Самал, Дала дауылпаздары, Егіз бұлақ, Жұлдызды жол, Үндескен өмір деректі повестері, Сырымды айтам өлеңдер мен ән жинағы, Алтын қазық әңгімелер мен әдеби мақалалар жинағы жарық көрген. Ол Торғай аймағынан шыққан Тілеулі, Қошқар, Жәуке, Иман тағы да басқа батырлар, Сейдахмет, Файзолла, Нұрхан, Әбілқасым ақындар, Әбдіғаппар хан, Амангелді Иманов, Әлби Жангелдин, Кейкі Көкембайұлы, Көшімбек би Балығұлы, Байқадам Қаралдин өмірлеріне, 1916 жылғы Торғай көтерілісі тарихына байланысты деректерді зерттеп, ғылыми жағынан аса құнды тарихи очерктер жазды. Рысаевтың аудармашы ретіндегі еңбегі де жемісті. Танатқанның ұзақ жылдар бойы ерінбей жинап терген сүбелі еңбегі 2007 жылы баспадан шыққан «Сөз мәйегі» кітабында қазақ халқының 12 мыңнан астам мақал-мәтелі жинақталған. Танатқан Рысаев ән жазушы, композитор, Ақерке, Астана вальсі әндерін Қазақстанның халық артисі Нүсіпжанов,
Аппақ құсым қайдасың сен, Самирам сәнім, серінің әні, дала жылы туындылары бар. Бірқатар әндері нотасымен сырымды айттым жинағында, Балдырған журналында, Қазақ батырлары газетінде жарияланды. Исаевтың артынан мол мұра қалды. Қазақ энциклопедиясының негізін қалаушылардың бірі ретінде сіңірген еңбегі ұшпан теңіз. Елге сіңірген еңбегі еленіп, 1989 жылы КСР баспасөзінің үздігі, 2004 жылы Қазақстан Республикасының баспасөз және полиграфия ісінен еңбек сіңірген қайраткері атанды. 2007 жылы Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, 2003 жылы құрмет орденімен бірнеше медаль, құрмет грамоталарымен марапатталған. Абай Құнанбаевтың 150 жылдық мерекесі қарсаңында Қазақстан Мәдениет министрлігі, Баспасөз және бұқаралық ақпарат министрлігі және журналистер одағы жарияланған бәйгеде үздік шығып, Қазақстан журналистер одағының Абай сыйлығының иегері атанды. Торғайдың дария білімді дана қарттарының ізін басып, бүгінде танытқан Барақұлы өлкеміздің кешегісі мен бүгінгісі, даңқты ұл қыздары, тарихи жер атаулары туралы мол мағлұмат жинады. Торғай елі энциклопедиясының бас редакциясын басқара отырып, ұрпақтан ұрпаққа мирас болып келе жатқан осынау қымбат жәдігерлерді халқымыздың және Торғай жұртшылығының игілігіне ұсынды. 2021 жылдың 15 маусымы күні журналист, жазушы, аудармашы, энциклопедияшы ғалым, Қостанай облысы Амангелді ауданының құрметті азаматы Исаев танытқан Барақұлы дүниеден озды. Лезат ғұмырын қазақ әдебиетінің баспасөзінің дамуына арнаған алтын қазығымыздың ерен еңбегін жадымызда сақтап, кейінгі жас ұрпаққа үлгі ретінде қалдыру біздің басты мақсатымыз. Құрметті оқырман, желтоқсан айында туған мерейтой иелері жайында ақпарат алғыларыңыз келсе, біздің кітапханаға келіңіздер. Біз сіздерге әрдайым көмек беруге дайынбыз. Назарларыңызға рахмет.